Арма, ардақты ағайын, Төларнаның тікелей эфирінде өткір мәселе өзекті тақырыптарды талқылайтын өзек жарды хабары. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Көкше қойнауындағы құрылтайда аномастика мәселелерінің салмақтылығын саралап айтқан болатын. Бұның аясында аймақта қандай жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Көшелер мен жер-су атауларындағы ақаулар қашан жөнге келеді. Тақырыпты тереңірек талқылау үшін студияға облыстық даму басқармасының тілдерді дамыту және аномастика бөлімінің басшысы Ләззат Есім және филология ғылымдарының кандидаты Аман Абасиловты шақырған болатынбыз. Қадірменді көрермен, студия қонақтарына қояр сауалдарыңыз болса, бізбен байланысыңыздар. Естеріңізге сала кетейік, тікелей эфир телефоны 2790-20, қала коды 7242. Қош келдіңіздер. Қазақстан Республикасының президенті жаңа жоғарыда атап өткендей, биылғы 4-ші құрылтайда осы саладағы мәселелерді айтқан болатын. Жалпы енді соның ішінде көшелер мен аймағымыздағы елді мекендерге атау беруде немесе атауларды өзгертуде олқылықтардың да көп екенін білеміз. Жалпы аймағымызда осыған орай қандай жүйелі жұмыстар атқарылуда, айтып өтсеңіздер. Жалпы қазіргі таңда өздеріңіз байқап жүрсіздер, көріп жүрсіздер, мемлекет басшысы барлық ұлттық құрылтайларда аномастика мәселесіне көп көңіл бөліп келе жатыр. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес осы аномастика саласында өзіңіз айтып өткенде біраз олқылықтарды болдырмау мақсатында осы аномастика мәселесін орталықтандыру жөнінде тапсырма берген болатын. Яғни орталықтандыру дегеніміз республика тарапынан бақылауды күшейту деп айтуға болады. Жалпы осы бағытта бірқатар заңнамалық актілер қабылданды. Соның ішінде айтып өтетін болсақ, мынау аудандық маңызы бар қалалар, бізде енді облысымызда Арал қаласы бар, Қазалы қаласы бар. Осы аудандық маңызы бар қалалардың көшелерін бұған дейін бізде облыстық аномастика комиссиясы қарап, шешім қорытынды беріп, жергілікті жерде шешім қабылданатын болып келген. Ендігі алдағы уақытта бұл көшелер, мысалы Арал Қазалы қаласының көшелеріне республикалық аномастика комиссиясының келісімі алынатын болады. Ол заңнамаға енгізілді. Одан бөлек мынау ауылдық округтың атаулары, олар да осы облыстық аномастика комиссиясымен шешіліп келген. Алдағы уақытта осы ауылдарды, ауылдық округтерді атау мәселелерде міндетті түрде республикалық аномастика комиссиясының келісімімен жүзеге асырылатын болады. Енді айта кетуіміз керек, мынау жергілікті жерде елді мекендердегі көшелер бар. Оларға атау беру мәселесі де қазіргі таңда орталықтың бақылауында деп айтуға болады. Өйткені бізде әр жыл сайын жол картасы әзірленеді. Мысалы, осы жылы біз келесі жылы қандай көшелер ауыстыруға жатады, солар бәрін іріктеп, қандай атау беріледі, тарихи жер-су атаулар. Қазір өзіңіз білесіз, жер-су атауларына басымдық беріліп жатыр. Сондықтан жергілікті жердің тарихы бар, жер-су атауы бар, солардың бәрін қарап, арнайы бекітілген тізім бар. Сол тізімдердің ішінен қарап жергілікті жер ұсыныс береді. Сол ұсыныстардың негізінде біз жол картаға ұсынамыз, оны республикамен келісеміз. Сондықтан қазіргі таңда жергілікті жердегі ауылдағы көшелердің барлығы да қазір орталықтың бақылауында деп айтуға болады. Енді мемлекет басшысы осы аномастиканы тарихи еңбегі ешқандай құжатта, архивте келтірілмеген, расталмаған тұлғаларды ұлықтауды, жалпы олардың есімін елді мекендерге беруге, көшелерге беруге қарсы болу керек екенін айтып отыр ғой. Жалпы енді осыған көзқарастарыңыз қандай, жалпы тұлғалық көзқарас білдірсеңіздер? Жалпы кісі есімін қазіргі таңда елді мекендерге атауға шектеу қойылған. Қазір кісі есімдері берілмейді. Арнайы осы Қазақстан Республикасында аномастика жұмыстарына басшылыққа алынатын әдістемелік ұсынымымыз бар. Осы әдістемелік ұсынымда арнайы көрсетілген елді мекендерге кісі есімдері берілмейді. Біріншіден. Екіншіден, қазіргі таңда жаңа айтып өттім, барлық атаулар, ең бірінші жер-су атауларына қазір баса мән беріліп жатыр. Сондықтан алдымен жол картасына енгіземіз, содан кейін жаңағы кісі есімі болған жағдайда өзіңіз білесіз, қазіргі таңда республикалық деңгейде ұлықталатын тізімдер бізде қалыптасқан. Одан кейін өңірлік деңгейде де тарихи тұлғалар тізімі қалыптасқан. Жалпы бір ғана тізім бар, сол тарихи тұлғалар деген. Соның ішінде осындай екі деңгейге бөлінеді. Яғни республикалық деңгейде деген ол барлық республикаға тән
ортақ кісі есімдерін, Күләш Байсейітова деген сияқты жаңағы ғалымдарымыз бар, батырларымыз бар, олардың бәрі сол республикалық деңгейдегі тізімде қарастырылған. Ал енді өңірлік деңгейдегі бұл жергілікті жердің өзінің ұсынысына сәйкес тарихи тұлға тізіміне енгізілген тұлғалардың есімдері болып табылады. Енді қазіргі таңда біздің жақындағына республикалық ономастика комиссиясы өтті. Енді сол жерде бізде 3 тұлғамыз, осы тарихи тұлғаға енгізілген тұлғаларымыз оң қорытынды алды. Алдағы уақытта облыс әкімдігі мен облыстық мәслихаттың шешімімен арнайы Қызылорда қаласына көшелерге сол кісі есімдері берілетін болады. Енді жалпы біздің аймағымызда осы кісі есімі аталатын елді мекендер бар ма? Жалпы қайсысы өзгертуге қазір келіп тұр? Бізде жалпы елді мекендердің ішінде 80% жер су атауымен аталады. Әрине біз мақтанышпен айта аламыз, Сыр өңірінде орысша атаумен аталатын елді мекен жоқ қазіргі таңда. Біздегі республика бойынша біздің өңірде деп те айтуға болады, жалғыз біздің өңірде ғана осындай орысша атаумен елді мекен атауы жоқ. Дегенмен қазіргі таңда бізде осы елді мекендер, мысалы жаңа құрылыс деп аталады елді мекендер бар, жаңа тұрмыс деген сияқты осындай елді мекендердің атауларына зерттеу жұмыстарын жүргізу қолға алынуда. Енді мынау қалалар мен көшелер деп айтамыз ғой, жалпы солардың атауынан халқымыздың төл тарихы көрініс табуы қаншалықты жоғары дәрежеде қазір? Енді көрермендерге түсінікті болу үшін жалпы ономастика деген мәселе, бұл жаңағы айтып отқан ол үлкен ұлан-ғайыр тақырыпты қамтитын нәрсе. Ол тек бір жер су атаулары, өзен көлдің атауы емес, түгелімен осы барлық онома деген атау деген сөз ғой, оған анау аспандағы жұлдыздың атауына дейін бүкіл мәселелерді қамтиды. Соқтан ономастика бұл мемлекеттің тіл саясатының бір басты бағыты, адамдардың саналы түрде қолға алатын, яғни атау беру, ат қоюды кәдімгідей өздері реттейтін, немесе мемлекеттік, жаңа Ләззат ханым айтқандай, белгілі бір нормаларға, белгілі бір талаптарға сәйкестігін қарап барып беретін нәрсе. Мысалға, қандай да бір елді жаулап алу үшін, қандай да бір нені бағынышты қылу үшін айтады ғой, ол елдің бірінші жаңағы білімін құрту керек, оның ұл адамдарын құрту керек деген сияқты. Содан кейін мына осы жер су атауларында соларды да жаңағы халықтың жадынан өшіру керек. Яғни жердің аты халықтың хаты деп жатады ғой. Сол осы 80 жыл бойында біздің мына кеңес заманында осындай үлкен осы орыстандыру саясаты, советтендіру саясаты деген сияқты осындай саясат жүргізіліп, солар алдымен осы ономастикадан басталған. Сол кезеңдерде бүкіл жаңағы Қазақстанның барлық жерлері жаңағы тарихи атаулар, тарихи жаңағы халықтың қойған атауларының барлығы жаттан арылып, олардың орнына орыс есімдері, орысша атаулар, немесе тіптен олар жетпей қалғанда оларды нөмірлеп тастады. Яғни халықтың жадын құрту үшін жасалған нәрсе. Осындай бағытта енді сол кеткен кемшілікті осыған бір тәуелсіздік алған кезде мына жаңағы шөлдеп тұрған малды есігін ашсаң суға қарай жүгіретін сияқты, бізде сол тәуелсіздік алысыменен осындай елді мекендерге ат қоюды, жаңағы бұрынғы қазақтың өзінің атауларын қайта қалпына келтіруді шұғыл іске асырдық та, бұл көбіне бақылаудан шығып кетті. Мемлекеттің бақылауынан шығып кетті, адамдар өздері қоя бастады сол атауларды. Кейбірлердің есте жадында қалғандарын қойды, кейбір нәрселердің жаңағы ас түсіне қарамай, оның ғылыми негіздемелеріне қарамай, оларды сол уақыттағы өздерінің жаңағы әсіресе мына сол билік басындағылар, немесе соның қарасындағылар соны пайдаланып өздерінің аталарына, өзінің руына, әркімнің осындай жершілдігіне тартып, осындай атауларды көбірек беріп кетті. Жаңағы президенттің айтып отқаны да, осындай атауларды қайттан қалпына келтіру керек. Бір кезеңдерде ашаршылыққа себепкер болған адамның өзі, қазақ халқының ашаршылыққа себепкер болған адамның өзінің атауы жер су атауларына айналып, немесе көше атауларына, нысан атауларына айналып отыр. Соларды қайта қарау керек дегендегі айтып отқаны осы мәселе. Соқтан бұған ғылыми негіздеме жасап, жаңағы әрбір атаудың қойылу уәжін
оның себебін түсіндіру керек. Әсіресе халық, біз осы күнгі адамдар жер су атауларын немесе көше атауларын немесе қандай да бір нысанға ат қойғанда мына өзіміздің ұлттық дәстүрімізден адасып қалғанбыз, немесе соның бір жаңағы шешімін таба алмаймыз. Әйтпесе қазақ қандай да бір атау қойғанда оны көркем ойлау арқылы қойған. Сол жердің бедеріне байланысты, сол жердегі өзен көліне байланысты, географиялық орнына қатысты, соған қатысты әйтеуір оның міндетті түрде уәжі болған. Оның арт жағында тағы да аңыздары бар. Қазір енді осы жер су атауларын зерттеуде өте қазір өте жақсы бастама, осындай тарихи атаулардың артында тұрған топонимдік аңыздарды зерттеу қазір қолға алып жатыр. Осыған байланысты осы біздің облыста біраз зерттелді, әлі де жаңағы ғылыми жоба аясында қарастырылып жатыр. Сол әрбір атаудың ар жағындағы түпкірін біліп, халықтың жадын ояту керек та. Сол кезде мына біздің ұлттық санамызда оянып, мына осы жаңағы ономастика арқылы біз қайта түлейміз. Енді осыдан келетті жаңағы айтылып отқан жер су атауларының жаңа айттық қой, 80% дедіңіз бе? 80% кәдімгі сол баяғы атаулар, баяғы жаңа көркем ойлаумен қойылған атаулар болса, жаңа 20%-дай жаңағыдай есімдермен кетіп қалған, адам есімдермен кетіп қалған жерлер бар. Бірақ президент айтады, ондай есімдерді бұрын халыққа танымал, сол жергілікті жерде немесе бүкіл неге аты шыққан адамдар болатын болса, ондай қоюға болады деп. Бұл халықтық дәстүрде де бар. Өйткені бір сол халықты сол кезеңдерде бір ашаршылықтан құтқарған, жаңағы шөлде шөлейттен судан құтқарған бір адамдар болса, соны құдық қазады, мысалға. Соны жаңа құдықтың атын сол адамның атымен берген, немесе бір жерге елді шоғылдандырады, жаңағы жаңадан колхоздар ашып, бұрын болмаған жерге жаңа адамдарды ұйымдастырады. Кейде сол адамдардың аттары да сол жерге, сол халық ұйғарады да, сол адамдар болсын деген, адамның аты да қойылсын деген. Сондықтан ондай қазақта ондай да дәстүр бар. Тек қана бір барлығын бірдей жаңағыдай табиғаттың жаңағы нәрселерімен емес, кейде осындай да кездеседі. Сондықтан осы нәрсені байыппен, асықпай жаңағыдай алдын ала ойланып алып, алдын ала зерттеніп алып, сол кеткен кемшіліктерді жөндеу қажет. Ол үшін жаңағы ономастика туралы осындай ережелер керек. Енді мынау жалпы аймағымызда, жалпы қала ішінде деп айтсақ та болады, атауы қайталанатын көше атаулары бар, немесе жай ғана нөмірлеп қоя салатын көше атаулары бар. Жалпы осындай атауы жоқ көшелер немесе қайталанатын көшелер мынау көбінесе халыққа өрт сөндіру, жедел жәрдем шақырған кезде қиындық тудырып жатады. Жалпы осы мәселе қазір қалай шешіліп жатыр аймақ бойынша? Жалпы біздің Қызылорда қаласында қазіргі таңда ондай мәселе орын алып жатқан жоқ, дегенмен де Бәйтерек шағын ауданында атау жоқ көшелер бар. Олардың бәрі шарт атаумен аталады. Қаланың ортасында да мына Арай, Шола көшелері бар. Олардың бәрі де шарт атаумен аталған. Қазіргі таңда осы шарт атау берілген, мысалы, Сәулет 1, Сәулет 2 деген сияқты сондай көшелер бар. Оларды жаймендеп жаңағы жер су атаулары болсын, сондайлармен алмастыру алдағы жоспарда бар. Алдағы уақытта жүйеге қойылады, Енді жаңа Аман Мәделхан айтып кеттіңіз, аймақта жобалар қолға алынып жатыр деп, ғылыми жобалар. Енді Қызылорда облысының айконимдерінің этномәдени негізі мен этнолингвистикалық табиғаты деген жоба қолға алынып жатыр екен. Осы жобаның негізгі мақсаты не? Бұл қандай мәселелерді шешеді бұл жоба? Енді ономастиканың бір саласы, бұл айконимдер деген елді мекендердің атаулары, яғни ауыл атаулары ғой, ауылдың елді мекендердің атаулары. Осы сол елді мекендер қазір енді мына қоғамдық даму басқармасы ләззаттардың есебі бойынша қазір олардың саны 380-нен асады. Осындай ол қазір қолымызда тізімі бар оның. Сол атауларды біз қазір сол әрбір атауда сонда тұрған ауыл атауларын соларды енді 380-нің барлығын бірдей зерттеп шығу бір жылда мүмкін емес. Дегенмен де солардың ішіндегі жаңағы типтендіреміз ғой, енді оларды ұқсастырамыз. Жаңағы
жер су атауларына байланысты қойылған атаулар, сол жердің бедеріне байланысты қойылған атаулар, жаңа көркем бойлау аңыз арқылы қойылған атаулар, немесе жаңа адам есімдерімен арқылы аталған атаулар, олардың сөз жасамдық жүйесі, қойылу уәжі деген сияқтыларды талдаймыз. Соның ішінде біз енді мынандай жоспарымыз, алдыменен осы атаулардың анау кеңестік заманға дейін қалай аталып еді ол жерлер. Ол үшін сол біз қазір осы қоғамдық даму басқармасыменен әрбір ауданға хат жазып, сол аудан басшыларына, сол ауыл басшыларына сол жерде сол көнекөз қариялардан жаңағы ресми түрде солардан барып, сұхбаттасып, сол жердің жергілікті жердің адамдарыменен сол ауылдың атауы не үшін аталған, бұрын қалай аталған деген сияқты нәрселерден сұрастырып, ғылыми негіздемелерін табамыз соның арғы түпкі мәселесін. Яғни сонда ана Совет үкіметі қалай аталды, Совет үкіметінде қалай аталды, енді қазір кезеңде де қалай аталған деген осындай біздің бұл ғылыми еңбек болғасын, соның біз монография шығарғалы отырмыз. Сол монографияда осы бірінші тарау осыған арналады. Яғни кеңестік заманға дейін, кеңестік заманда, одан кейінгі қазір кезеңдердегі елді мекендердің атаулары. Одан кейін соларды біз мына карталар бойынша қарастырамыз. Енді оның да ауылда сол жаңа айттық қой, біздің жадымызды ұмыттырған ол атаулардың қай кезде соны ескілікті карталар, әсіресе мынау әскери карталар болған. Осы жерде мынау жаңағы қазақ жерін отарлаудың сол кезеңдерде патшалық Ресейдің кезіндегі әскери карталар, одан кейінгі түсірілген карталар, осы замандағы карталарменен отырып сол жерлердің жаңағы тарихын сол жағынан да қараймыз. Енді ортамызда осыған байланысты біз арнайы бір археологымыз бар, және әдебиет танушы, әдебиет зерттеушісі бір жігіт бар, сосын лингвист ретінде мен, осы үшеуміз қазір осыны бастап жатырмыз. Одан кейінгі тараулар енді кітаптың жаңа жер су атауларының қойылу уәжін талдаймыз. Уәжі деген сол атау неге қойылды, оның қызметі қандай болды, ол сол елді мекеннің адамдары соны ұғына ма, түсіне ма, өзінің жаңағы ауылының атының тарихын біле ма деген сияқты. Яғни бұл жаңағы ономастикалық жұмыстарды түсіндіру, насихаттау дегенге кіреді. Бұл жаңағы ғылыми еңбек болғасын, ол осы телевидение арқылы, немесе тағы басқа осындай хабарлар арқылы, газет, журналдар арқылы осылар сол халықтың құлағына жету керек. Өзінің туған жерінің атын дұрыс білу керек, мектепте оқытылу керек. Жаңағы өлкетану деген арнайы пән бар ғой, осы өтіліп жүрген, сол пәндерде осы сол біздің еңбегіміз сол пайдаланса деген сол жерде ғылыми зерттеулеріміз. Одан кейін жаңағы атаулардың сөз жасамдық негіздері деп алып отырмыз. Сөз жасамдық деген енді лингвистикалық жағынан талдаймыз. Ол екі сөзден жасалған ба, бір сөзден жасалған ба, қазіргі кезеңдерде осы адамдардың сауаттылығы да әсер ететін нәрсе, бір екі сөзден жасалған баяғыда кеңес үкіметінде Кизыларда, Алма ата, Караганда деп осылай бұрмаланды ғой. Соған сияқты осы жақында бір халықаралық конференцияда бір кісінің алдында мынандай жазып қойыпты, енді Талдықорған Жетісу облысынан келген екен, несінің алдында жазбасы не дейді, көберткісінде үштөбе деген сөзді ортасын бөліп, екеуін бөліп жазып қойыпты. Және үштөбе деп жазыпты да, орыстық баяғысы неменен. Сол халықаралық конференцияда енді сол адам өзінің атауын осылай алып, ана жерде алдына да қараған кезде қарамай ма деген сияқты ғой енді. Немесе оны жазып қойған адамдар. Сол осындай келеңсіздіктер, кәдімгі осындай атаулардың қалай жазылатындығын да білмейді. Сондықтан осы сөз жасамдық жүйесі, оның жаңағы дұрыс емлесі деген сияқты мәселелер де осында сөз болады. Қазір енді тіл туралы заңға байланысты да жер су атаулары, әсіресе қала, елді мекен атауларының барлығы бір тілде жазылу керек деген шығып жатыр ғой. Сондықтан осыны сол бір тілде қалыптастырудың болашақта біз латын графикасына өткен кезде соның да үлгісін берсек деген ойымыз бар. Түсінікті, енді бізге хабарласқан көрермен бар екен, сұрақ қойғысы келеді. Саламатсыз ба, сіз эфирдесіз, сұрағыңызды жолдасаңыз болады. Қайырлы кеш, бүгінгі қонақтарға қояр сауалым, жалпы қазір көше атаулары жазылған тақтайшаларды біріздендіру бағытында қандай жұмыстар жасалып жатыр? Мәселен, бір көшеде екі түрлі атаулар кетіп жатады, немесе орысша тақтайшалармен жазылып жатады.
Жалпы қазіргі таңда осы өткен жылды 24 жылдың тамыз айында барлық аудандарда өзім іс-сапармен болдым, ауылдық округтерде болдым. Сонда өзімде көзім жеткіздім осы тақтайшалардың арнайы бекітілген ұсынымға сәйкес жүргізілмейтіндігі. Әрине арнайы ұсынымдама бар, көше тақтайшаларының өлшемі бекітілген. Онда мысалы кісі есімі Шоқан Өлеханов деген кісі есімі ешқандай қысқартылмай толық жазылу керек, және Шоқан Өлеханов, одан кейін жаңағы реттік номер, ары қарай көшесі деген сөз жазылу керек. Әрине облыс орталығы Қызылорда қаласында 3 тілде жазылады, ол енді облыстық маңызы бар қала болғандықтан көшесі, улица, стрит деп 3 тілде жазылады. Сосын қазіргі таңда енді заман талабына сай көптеген халықтан ұсыныстар түсіп жатыр. Көше кімге берілген, біз білмейміз деген сияқты. Сондықтан қазіргі таңда көше тақтайшаларына QR код қою, яғни сол тұлға жайында қысқаша мәлімет берілетін болады. Қазіргі таңда барлық ауылдық округтерде, Қызылорда қаласында да осындай жұмыстар жүріп жатыр. Қызылорда қаласында бар ондай тақтайшалар, бекітілген ұсынымдамаға сәйкес көше тақтайшалары, дегенмен барлық жерде, барлық көшеге ондай тақтайшалар орналастырылмаған. Сондықтан барлық аудан әкімдіктеріне ондай тапсырмалар берілді. Бюджеттен арнайы бюджеттік өтімдерін тапсырып, қаржы қарастыруда. Жаңақорған ауданы бірқатар ауылдық округтерде жаңалап іліп қойғандарын айтып жатыр. Жұмыстар жүріп жатыр. Енді бізде көпшілігі өзінің арғы бабасы, атасы батыр болған, би болған, шешен болған, немесе болыс болған деп белгілі бір тұлғалар өздерінің осындай ата-бабаларына көшенің атын бергісі келіп жататын, негізінде сондайға ниеттенеді. Жалпы көшеге жаңадан бір ат беру үшін, жаңа бір шешім қабылдау үшін қандай да бір қойылатын талаптар бар ма? Мәселен, не үшін, қандай талаптарға сай болу керек ол ат қойылу үшін? Әрине, ономастика жұмысының критериялары бар. Ең алдымен ол жерде мысалы тұлғаның есімі беріледі. Мысалы бұл тұлғаның қайтыс болғанына 5 жыл толу керек. Одан кейін тұлғаның есімі бекітілген тарихи тұлғалар деген тізімде болу керек. Құжаты болу керек, иә. Тарихи тұлғалар деген тізім бар арнайы. Сол тізімге ең алдымен мысалы қала аудан әкімдігіне ұсыныс түскеннен кейін көшеге атау беру және жергілікті әкімдік ол кісіні өздерінде жергілікті жердегі ономастика жұмыс тобында қарайды. Бірінші тарихи тұлғалар тізіміне енгізу бойынша қарайды. Одан кейін қала ауданнан өткеннен кейін оны облысқа ұсынады. Яғни бұл жұмыстар 2 жылда бір рет жүргізіледі. Яғни тарихи тұлғалар тізімі 2 жыл сайын өзектендіріліп отырады. Бұл ұсыныстар облыс тарапынан қаралып, Республикалық ономастика комиссиясына жолданады. Республикалық ономастика комиссиясы қарайды, оның барлығын зерттейді, сараптайды. Жұмысшы топ бар о жерде. Сол жұмыс топ қарап болғаннан кейін Республикалық ономастика комиссиясында қаралып, бекітіліп, жергілікті жерлерге жұмыс үшін жолданады. Әрі қарай бар атау беру жұмыстары жүргізіледі. Сол тізімге енгізілгеннен кейін кісі есімі. Ал жер су атаулары болатын болса, жер су атаулары, мысалы, дәстүрлі атаулар, жер су атаулар деген тізімдер бар арнайы. Ал егер де жергілікті жердегі тарихи атаулар болатын болса, оларды қазіргі таңда ұсынуға болады. Алдын ала ұсынылып, мысалы, жаңа айтып өттім ғой, келесі жылы қандай көшелерді өзгерту жоспарланды. Сол кезде мынандай көше, мынандай атаумен деп сондай ұсыныстар келеді аудандар тарапынан. Сол ұсыныстарды біз жол картасына енгізіп, жоғарғы органға ұсынамыз. Ол жақта да қарап, өздерінің келісімімен бізге бекітіп береді жол картасын. Сол жол картасы бойынша біз ары қарай жұмыстар жүргізетін боламыз. Түсінікті. Енді Аман Мәделханұлы, сізге сауал. Жалпы кеңестік кезеңдегі топонимдердің идеологиялық тұрғыда өзгертілуінің негізгі салдары қандай болды? Осы жөнінде ойыңызды білсек. Енді жаңа алдындағы сөзімде айтып өттім. Ол заманда сол халықтың жадын өшіру мақсатында осы арнайы жаңағы советтендіру, совет халқын жасау, орыстандыру саясат жүргізілді ғой. Сол себептен алдымен сол жер су атаулары өзгертілді. Олар жаңа айтылғандай орысша атаумен аталды. Олар жетпей қалғанда нөмірленді. Сол жаңа 6-шы ауыл, 7-ші ауыл деген сияқты осындай бірнеше ауылдарға. Мен өзім мынау Шел ауданына қарасты 17-ші раздел деп аталады. Майлытоғай деген керемет аты бар. Бірақ соны сол кезеңдерде жаңағы
мына разъезд болғасын, станция жаңағы не болғасын, темір жолдың жағасы болғасын, соны 17-ші разъезд деп атайды. Әлі күнге дейін сөйлеп айтады. Ол да халықтың аузында әбден солай, санасында солай еріп қойған ғой. Сол Майлытоғай деген ауыл, әйтпесе аты қандай көркем атау, бірақ жаңағыдай халықтың жадын өшіру үшін жаңағыдай болған. Осындай себептер енді өте көп. Сол біздің елде енді жаңа Ләззат ханым айтып өтті ғой, бізде бұндай атаулардың көбісі қайтарылды. Бұрынғы тарихи атауларына қайтарылған көптеген бұрынғы орыстанып кеткен атаулардың барлығы қайтарылды. Тек кеңестік заманның бір ізі қалдау деген сияқты осындай бір жаңағы кеңестік заманды елестететіндей бір атаулар қалған, жаңа айтып отқан жаңа тұрмыс, алғабас, жаңа құрылыс деген сияқты. Бірақ оларды қарап отырсаңыз, оларда да бір дәл сондай бір дәл кеңестік заман не еді? Алғабас десе, алға қарай жылжы деген сөз ғой, қазақтың сөзі. Онда тұрған ештеңе жоқ. Төңкеріс деген болған елді мекен еді. Төңкеріс деген енді революция дегенменен қазақшаланған сөздер деген сияқты. Сол сияқты тағы да кейбір атаулар осы кеңестік заманның есіммен аталған кезде соларды бір жақсы ойымда тұр еді. Мысалы, ойымда шығып кеткен қарашы, қазір еске түскенде айтамыз. Енді мынау топонимдердің дұрыс жазылуы мен айтылуындағы нормаларды сақтау не үшін маңызды? Енді атау дұрыс жазылу керек. Адамның өзінің атауы, мысалға, әркім өзінің атына жауапты ғой, өзінің аты қалай жазылатындығын, қалай жаңағы естілетіндігін өзі адам сақ болған сияқты. Елді мекеннің атауы да дәл солай кәдімгідей бұл паспортталады ғой. Үкіметтік тіркеуге алынады, паспортталады. Сондықтан сол жерде қалай жазылғандығы расталу керек. Енді Ләззат ханым айтып өтті, осы көшелерге атау берген кезде кейде осындай бір тарихи тұлғалардың атаулары көшеде де біздің көрермен жақсы қойып отыр сұрақты. Сол атауларды дұрыс жазбау реті бар. Мысалға, мына ескі болашақ дейміз ба? Сол ескі болашақтан жанынан өтетін бір көше, Абайға барып тірелетін көше ғой, басы, мына яғы Есеніп, одан кейінгі сол Есеніпке жаңағы қатар жүретін көше. Сол Жалаңтөс Баһадүр атындағы көше деп жазылған. Сонда қарасам, мына жағында, көшенің мына жағында Ж. Баһадүр деп жазып қойыпты, жаңағы табличкасына. Екінші жағына неғында Ж. Баһадүр, неғында Баһадүр Ж деп жазып қойыпты да. Енді соны қалай жазылатындығын адамдардың сол жаңағы жазып отқан немесе сол атауды беретін кезде осы бұл Жалаңтөс Баһадүр деген кім екендігіне бойламаған ғой енді. Ол жаңағы Жалаңтөс Баһадүр деген енді ол жаңағы екеуі де былай қарағанда сол адамға берілген титул, атақ екеуі де. Біреуі халық берген, біреуі жаңағы соның өзінің жаңағы әр қолбасшы, әр патша деген мағынаны білдіретін Баһадүр деген сөз. Жалаңтөс деген жаңағы жауға осындай жалаңаш барып жауға тиген деген сияқты осындайдан шыққан халық берген есімді. Бірақ өзінің аты мүлдем басқа ол кісінің. Бірақ елге сол атауымен танылғасын, соған көше солай берілген. Енді оның Жалаңтөс деген фамилиясы ма, әлде Баһадүр деген фамилиясы екендігін айыра алмай, жаңағы көшеге екі жағына солай жазып қойған ғой. Міне осы кәдімгі өрескел қателік. Бұл кәдімгі жаңағы сол есімді дұрыс жазбаудың бір сорақылық қателіс деп айтуға болады. Бұған бұлай бейжай қарауға болмайды. Осындай атаулар әр жерде кездесуі мүмкін. Жалпы елді мекен атауларын қазақландыру, мысалға көшелерде де айтсақ болады, кейбір атаулар орыс тілінде, мысалы Скаткова дейміз, тағы да қандай көшелер бар, қалада көп орысша атаудағы кездеседі көшелер, жалпы соларды қазақландыру саясаты жүргізіледі ме? Жалпы біз олай қарамауымыз керек. Мысалы, Скатков деген кім? Мысалы, біз сол кісіні білуіміз керек. Ол кісінің еңбегі қандай еңбек сіңірді. Ол кісі құрылыс саласын басқарған өңірде еңбегі бар. Сондықтан біз сол жағынан қарауымыз керек. Жаңа айтып отырмын ғой, QR-код мәселесі. Сол QR-код мәселесін
не біз сол кісі туралы қысқаша біз мағлұмат беруіміз керек. Сол кезде ол көше кімге не үшін берілгендігі сол жерде бұл сұрақты қойып отырған себебім өйткені мысалы газет журналдарда жалпы жалпы оқырмандар өздерінің пікірлерін білдіріп жатады осы орысша атауларға байланысты. Неге қазақ Қызылорда аумағы оның ішінде 99% қазақ өңір деп айтады ғой енді. Жалпы соған негізделіп қойылып отырған сұрақ, жалпы неге барлығы қазақшаландырылмайды деген сауалға байланысты болады. Бізде орысша атаулар мүлдем жоқ деп айтсақ та болады. Бірен-саран қана қалды. Біз жаймендеп, оның бәрін кезең-кезеңмен жол картасына салып біз ауыстырып отырмыз. Жақында ғана облыстық ономастика комиссиясы өтті. Сол жерде Путейцев, переулок Путейцева деген көшелер болды. Зеленый, солардың бәрін ауыстырып жатырмыз. Пушкинға біз тиіспейміз қазір. Пушкин өздеріңіз білесіздер, классик. Шамалы саясатқа да қарауымыз керек. Ол кісінің қазіргі таңдау бәрін алып тастай беруге болмайды. Мысалы Ресейде біздің Абай Құнанбаев көшесі бар мысалға. Сондай сияқты, оның барлығын қарауымыз керек. Енді мынау осы сауалдың төңірегінде тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы көп ұлтты мемлекетпіз ғой, енді біз Қазақстан осы жөнінде енді ономастикалық балансты сақтау негізі осы жерде маңызды ма? Енді бұл осы ережені біз сақтауымыз керек па негізі? Әйгерім, мына сөзді айтуға болмайды. Қазақстан көп ұлтты мемлекет емес. Қазақстанды көп этносты мемлекет, көп тілді мемлекет деп айтуға болады. Бірақ Қазақстан бір ұлтты мемлекет. Мемлекет құрушы қазақ. Яғни біздің қазақтың сол мемлекет құрушы халықтың атымен аталады. Сондықтан Қазақстан көп этносты болуы мүмкін. Бұлай келе жатқан кезде енді қазір біздің пайызымыз 71%-ден асты. Сондықтан біз бірте-бірте моно ұлтты мемлекетке де айналып келе жатырмыз. Енді бұл мемлекеттің енді осында тұратын қаншама этностардың бұл да олардың да отанын айналды ғой енді. Осы жерде туып өсті. Сондықтан олардың да шет қақпай көрмеу керек. Олардың да сол ішінде мықты адамдар осы Қазақстанға, елге, осы сыр бойына еңбек сіңірген адамдар бар. Сондықтан оларды жаңағы не дейді? Қазаншының өз еркі деген қайдан құлақ шығарса деп, бәрін берғай өзімізге қарай тарта беруде болмайды. Жаңағыдай осындай этносаралық түрлі салада еңбек сіңірген соларды сақтап отыруымыз керек. Мен айтайын деген ойыма түсіп отыр, жаңағы қызыл кезеңдегі кеңестік замандағы атауларды өзгерткен кезде кейде осыған кейде асты үстірт қарап кетеміз да кейде, анадан құтылу керек деген сияқты. Осыған қатысты мына біздің қаланың аты да Қызылорда деп аталады. Қызылорда деген, былай қарасаң, сол замандағы 25-ші жыл осы 100 жыл толып отыр ғой биыл қаламызға. Сол кәдімгі қызылдардың ордасы деген сияқты мағынаны білдіреді де, былай қарасаң, бір қарағанда Қызылорда сол жаңағы кеңес заманында пайда болған сол қызылдардың ордасы. Бірақ бұл жағынан қарамау керек. Көрермендерге түсінікті болу үшін бұл жерде оның атын қойған сол кезде Алаш ордашылардың барлығы тірі, көзі тірі. Сол Астана болған кезде осы жерде бүкіл жаңағы Ахмет Байтұрсынұлылар, Міржақып Дулатовтар барлығы осы жерде сол 4 жыл, 5 жыл осы жерде Астана болғанда осы жерде тұрды. Бүкіл қазақ зиялысы осы жерде тұрды. Соның атын қойғанда сол Қызылорда деп солардың өкілдері Смағұл Сәдуақасов қой деймін, ұмытпасам. Сонда олар бір оқпен екі қоян атып алған. Яғни бұл жерде қызыл деген сөз, жалпы түркі тілдерінде, оның ішінде қазақ тілінде бұл алтын деген мағынаны білдіреді. Қыздың көзі қызылда деген сөз бар. Қыздың көзі қызылда деген бір қызыл түсте емес, алтын деген мағынаны білдіретін сол қызылда. Түркі халқының қарасаңыздар, туыда қызыл, бастарындағы шәпкілерде қызыл, жалпы сол қызыл деген, немесе астықты қызылдау деген сөз бар. Астықты қызылдау дегенде сыртқы қабығын ашқанда алтын дәнге айналады. Сондықтан олар бір жағынан осы қызыл түпкір мағынасында алтын орда деген мағынаны да білдіріп тұр. Сондықтан Қызылорда деген атауды сол күйінде қалдырып, оған тиіспеу керек. Бұл кеңестік заманның атауы ретінде қарамау керек. Халыққа осылай түсіндіру керек. Түсінікті. Енді бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сауалыңыз болса, жолдауыңызға болады. Сіз эфирдесіз. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Мен сұрағым бар еді. Президентіміз өте жақсы айтып жатыр. Мен қояйын деген сұрағым.
мысалы қарап отырсаң кейбір аудандарда әкімнің атын берген, кейбір аудандарда президент министрдің атын берген. Қармақшы ауданында Көшербаев деген көше бар мысалы, облыс әкімі болған. Ал оның артындағы тарихта аты қалған батырлардың нелердің есімі қалып жатыр, шешендердің аттары. Мысалға мен Қармақшы аудан Алдашбай ауданынан хабарласып отырмын. Алдашбай Ахун ауылының өзіне 150-ден артық батыр шыққан. Оның бірде-бір аты мысалға көшеге енбеген, облысқа еткен атын білмейтін кісілер де бар мысалға. Бекмырзаев Шайдулла деген кісі, Бекмырзаев Жүкабай деген кісінің аты бар. Кеңес одағының батыры. Мысалға Сапараз машина мініп келген. Сол кісінің мысалға атын білмейді ешкім. Сауал түсінікті деп ойлаймыз. Жалпы көшеге атау беру мәселесі ең алдымен ұсыныс жергілікті жерде қаралып, сосын барып облыстық ономастика комиссиясына түседі. Енді сіздің сауалыңыз сол арыз есебінде сол жергілікті әкімдікке ұсыныс беруіңіз керек, қандай батырлардың есімдерін беру деген сияқты. Сол мен айтып өткен реттілікке сәйкес алдымен тарихи тұлғалар тізіміне енгізу бойынша жұмыстар жүру керек. Сол тізімге енгеннен кейін барып көшеге атау беру жұмыстары жүргізілетін болады. Енді мынау топонимика мен антропонимиканың арасындағы негізгі басты айырмашылықтар қандай? Енді бұл екеуі де ономастиканың саласы, ономастика деген айттым, үлкен ғылым. Сол ономастика, ол лексикология дегеннің ішіне кіреді. Сол ономастика енді ішінен топонимика, гидронимика, антропонимика, косминика деген сияқты пәленбай онимдерге жіктеледі. Соның ішінде топонимика деген бұл жердің аты, Ал гидронимика деген өзен, көл, судың аты да, ал антропонимика деген адамның аты. Бізде осы көбіне ғалымдардың жаңағы осы ғылым зерттеп жүрген ономастика ғалымдардың көбінің айтып жүргендері, топонимдерге антропонимдер араласпау керек. Яғни антропонимдер топонимге айналмау керек деген. Яғни жаңағы айтып отқан кісі есімдерменен жер су атаулар аталмау керек. Мысалға, мына жерде біздің көрші облыс Жамбыл облысы бар ғой, Жамбыл Жабаев. Сол Жамбыл Жабаев 10 күндік декадаға кеткен кезде, соған ол кезде дәреже ғой, үлкен Москваға барып, жыр айтып, қайтып келген жаңағы жыралыбы 100 жасқа келген Жамбылға соның құрметіне, соның өзіне естіртпей ат қойған ғой, сонда кел жатқан кезде сол айтыпты 10 күндіктен кел жатқанда. Сіздің облысыңызға жақындадық, сіздің атыңызды облысқа бердік деп. Сонда кісі қапаланған дейді. Атыңнан айналайын әулие ата, атыңды алып қойды деп болма қапа деген сияқты көріңіздер ме? Сонда ол жаңағы әулие ата деген ол баяғыдан ескіден кел жатқан атауды бір жаңағы пленумның бір адамдардың шешіміменен жаңағы Жамбылдың атына ауыстыра салу, көзі тірі адамның және ол кезде кеңес үкіметі ғой енді. Сондай насихат жаңағы сондаймен қойылған. Осындай атаулар аталмау керек қой енді. Мысалға айталық, бізде елді мекен атаулары жаңағыдай бар кейбір жерлерде, мысалға жаңағы мына мен Шел ауданында енді көп білемін осы жақты. Мысалға сол жақта Тәжібаев ауылы, Досбол би ауылы деген ауылдар бар. Мысалға Досбол би ғайыптан тайып тіріліп келіп, ай туған жерім ай менің Теркөлім ай десе, Теркөлі қайда? Сонда ол өзінің атын алып, өзінің атын сол туған жеріне беріп қойды ғой енді. Бұл жаңағыдай әділетсіздік қой, былай қарасаң, өзінің адамның туған жерінен айыру ғой. Туған жердің атынан өзінің атын айыру деген сияқты ғой енді. Соқтан антропонимдер топонимге айналмауы тиіс. Бұл президенттің жаңа несінде де кешегі құрылтайда айтты. Осы уақытқа дейін сондай кісі есімдері, ұлы адамдардың есімдері жер су атауларына берілді. Ол осы менен доғарылсын деді. Бұдан кейін ондай кісі есімдеріменен жер су атаулары аталмасын дегенге айтып отыр. Соқтан бұны енді кейбір осындай беріліп кеткен атауларды қайтаруға болады әлде де. Ал бірақ сол жерге тарихи еңбек сіңген адамдардың қалса, сол жердің жергілікті жердің қалауы болса, оны сол жергілікті жердің адамдарымен санасу керек әрине. Біздің талқылап отырған тақырыбымыз өте ауқымды, алайда біздің эфирге берілген уақытымыз осымен шектелді. Бүгінгі студиямызға келіп, осындай маңызды мәліметтермен, ауқымды ақпараттарыңызбен бөліскендеріңізге алғыс білдіреміз. Еңбектеріңізге табыс тілейміз, шығармашылық табысты болыңыздар.
Құрметті көрермен, біздің тікелей эфирдегі хабарымыз осымен тәмам. Эфирде келесі кездескенше ел аман, жұрт тыныш болсын.